аққу мойын жасаймыз, әдемі декольте, аққу мойын. Ешқандай пока май жақпаймыз. Бірінші құрғақтаймын. Бәрі таза болу керек. Мойнымыз, бетіміз, барлығы. Міне алақанның үстіне алақанды қоямыз осылай. Міне. Сәл төмен қарай түсіреміз тіндерді. Басымызды қарама-қарсы қарай бұрамыз. Бұрғаннан кейін барып құлақты жоғары қарай тартқан уақытта тартылыс сеземіз. Сол кезде біздің тіліміз ерінің үстіне тұру керек. Үстіңгі тісіміздің сыртында. Және де мына бос болу керек. Бүйтуге болмайды. Бос тұр мына жер. Кетті ал. Тарттым тіндерді. Тіндерді осылай қарама-қарсы қарай. Құлақ жоғары. Дем аламыз мұрынмен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дейміз да. Құлағымызды сүреміз и бұрамыз. Мен санап атқанда сіз тілдеріңіз осылай тұру керек. Келесі жағымыз қарай. Бұрамыз. Сосын бар құлақты жоғары қарай. 1, 2, мұрынмен тыныстаймыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына тартылыс болу керек. Сосын сипап жібереміз осылай күшті. Сосын да осылай қоямыз да желке тұсымызға ше. Міне ортасына келдім. Желкені міне өшіріп қойдым. Екі жаққа бүйтіп тартамыз, қатты итеру болмайды. Сосын төмен қарай өшіргеніміз. 1, 2 тыныс. 3. Қатты итеріп, массаж жасап желкеге болмайды. Орташа. Аяпта қалмаңыздар, және қатты басу болмайды. Екі ортасын сезініңіздер. Содан кейін ортасынан шетіне қарай жүреміз. Бүйтіп жинаңыздар. Шымшаған сияқты ұстаймыз. Жылжимыз. Ортасынан шетіне қарай осылай. Тағы да ортасынан шетіне қарай. Ауыра ма? Қараңыздар жайлап-жайлап. Ауырған кететін болады, өйткені напряжение болады. Сол кезде ауыру мүмкін. Келесі жағымызға қарай осылай. Кері байланысқа жазасыздар ғой, қолдарыңызға ілікті ма, ілікпеді ма, ауырды ма, ауырмады ма. Ауырса, демек бізде напряжение толып қалған. Бүйтіп сипап жібереміз, күштілеп тұрып. Молодцы қыздарым. Содан кейін иықтарыңызды көтерсеңіздер, мына сүйекті көресіздер. Сол сүйектің үстінде саусақ тұрады, төмен жағында 3 саусақ тұрады. И орнына қоямыз, тауып аламыз. Иығымызды әдемі түсіреміз. И бүйтіп ортасынан шетіне қарай бүйтіп жүреміз. Бұл бізді помпаж дейміз. Помпаж деген батырамыз, жібереміз. Батырамыз, жібереміз. Ішіне қарай қатты батыру болмайды. Просто легкий осылай. Мынандай мен болса үстіне баспаңыздар, жанынан. Деп демалып отырсаңыздар болады. Сол кезде қиғашынан бастарыңызды ыңғайласаңыздар, тартылыс сезесіздер. Молодцы. Содан кейін мына мойнымызды, міне мойынның бұлшықеттерін аламыз да, арасын ашамыз бүйтіп. Осылай ашамыз. Екі жаққа қарай ше. Бүйтіп ашамыз. Егер де май жақсаңыздар, ол қолға сырғанап тұрмайды. Сол үшін де біз майсыз жасаймыз. Келесі жағымызға. Егер де щитовидкамен қатты проблем болса, былай жасамаймыз. Просто сипаймыз. Поверхностно. Онда дискомфорт болса, осындай кезде щитовидкасының проблемасы бар адамда бір тұншығатын сияқтандай. Ауа жетпей қалған сияқты сондай болуы мүмкін. Ондайға апаруға болмайды. Сипалап жібереміз қыздар. Сосын, мынау ГКС деген бар. Бұл бізде жастық, не дейді? Мышца молодости дейміз, Оны жасару бұлшықеті дейміз. Оны бүйтіп тауып алыңыздар. Құлақтарыңызды сол жақтағы ГКС тауып үшін құлағыңызды бүйтіп, басыңызды бүйтсеңіз тауып аласыз. Соны саусақтардың ұшымен төменнен жоғары қарай жайлап жүреміз. Бүйтіп қысуға болмайды. Просто міне көрдіңіз бе? Іліп алдым да. Тек біздің саусақтардың ұшының қызуы керек. Қысу міндетті емес. Сосын былай сипап жүріңіздер. Қатты қысып жасау болмайды. Мен тауып алдым. Қатты бүйтіп ауыртуға болмайды бұл жерде. Жайлап, қана міне. Біздің мақсат тек саусақтардың ұшының қызуын беру. Молодцы.
керемет осылай. Содан кейін қыздарым бүйтіп ұстап аламыз да, бүйтіп ол үшін өздеріңізге көмектесіңіздер мына жерден бүйтіп міне. И осы валикті аламыз да жоғары қарай жылжимыз міне. Осылай жылжып осылай. Ой, қолдан шығып барады. И осылай келеміз міне осы жерге. Тағы да осылай басыңызды қозғап, көзіңізді жұмсаңыздар, бүйтіп ілігеді. Ауыра ма қараңыздар. Оп, ана жерде плотный, например, да, и жоғары қарай. И сипалап жібереміз. Екінші жаққа қарай тоже ұстаймыз да міне. Валикті жоғары қарай. Көзді жұмған уақытта қолға жайлап ілгеді. Міне. Ой. Мен дейтін нем ғой. Кожым дейтін майлы да. Сосын қолдан сырғанап кетіп отыр. Оппа. Осылай қарай. И осылай кіреміз да, сипалап жібереміз. Бұл сложный болса не істейміз. Сложный болса тек бүйтіп арасын бүйтіп ашыңыздар. Егер де жаңа қолға іліп жатса, просто бүйтіп арасын ашыңыздар. Бүйтіп ашыңыздар. Молодцы. Желкемізді осылай жасап жібереміз. Бүйтіп былай жасаймыз. Құлақтың жағын бәрі байланысты. Содан кейін уже біз майлы массаж жасаймыз, қыздарым. Мойнымызға, декольтемізге құрақ массаж жасадық. Енді майлы крем немесе май қолымызға қыздырамыз да, және де осылай жағып шығамыз. Беттің төменгі бөлігі бәрі байланысты. Осылай жағып. Желке тұсымыз осылай. Осылай әдемілеп. Сосын бүйтіп саусақтарын былай жасамаймыз, енді былай. Бір, махаббатпен, ауыртпай, 2, 3. И бүйтіп жібереміз. 1, 2, 3. Саусақтардың ұшымен осылай. 1, 2, красота, 3. Сосын барып бүйтіп махаббатпен 1. Алақандарыңызды бүйтіп сезініңіздер 3 деп. Содан кейін бір қолымызды осылай қоямыз, алақанның ыстығын сезініп, екінші қолымыздың 4 саусағымен ортасынан келеміз. Жай баспаймыз. Екінші келгенде патрон құраймыз да, оңға немесе солға бұрылып осылай құшақтап осылай орта келеміз. 1, 2, вдох. Жайлап баспаймыз. 3. Егер де щитовидка проблема болса, жанынан алыңыздар бүйтіп. Жанынан жүреміз. Жанынан үстіне баспаңыздар. Окей? Келе шығамызға. Бүйтіп құшақтасаңдар ол өздеріңіз. 2. 3 дейміз. Молодцы. Осылай қоямыз да, осы тұсымыздың құлақтың арт жағынан. Мына жеріміз. Осылай 1, 2, 3, 4, 5. Итермейміз. Мойнымызды бүйтіп, желкемізді былайынан просто массаж жасаймыз. Бүйтіп төменнен жоғары қарай бүйтіп, шашқа таман просто массаж жасаймыз. Міне. Осылай. Алақаныңыз сезесіздер. Сосын төменнен жоғары қарай просто осылай 2, 3, 4, 5 деп осылай жасаймыз. 1, 2, 3. Молодцы. Сосын бір жағымызға қараймыз да, осы қолымызды қоямыз, қарама-қарсы қараймыз да, енді екінші қолмен бүйтіп келеміз, мінгестіреміз осылай. Сосын скула бар ғой, скула деген біздің жоғарғы жақ. Осылай келген уақытта екінші ары қарай движение, ол біздің екінші қолымызды бас бармағымен батырын қарап төмен қарай келеміз да, жалғастырамыз міне. Тағы бір рет, жай басамыз, өтеміз осылай міне. И бүйтеміз. Молодцы. Құрақ болмау керек, май немесе крем.
Содан кейін енді қарамашақ жағын былай жасадық қой. Енді былай қоямыз міне. Мінгестіреміз осы жерге. И бас бармағымызды дайындап тұрамыз да төмен қарай жай ғана сылаймыз ғой, бүйтіп. Сылап, сипап. Бүйтіп жиналып қалса, о деңіздер міне. О. Сосын бас бармақ келгенде уже бос қоямыз. Бүйтіп келген кезде жиналса ғана. И аузымызды жабамыз. Осылай мына жаққа 3 рет, ана жаққа 5 рет, мына жаққа 5 рет болады. Мен 3 рет жасап жатырмын. Осылай бүйтіп жүреміз. Енді сосын бүйтіп жайлап қана. Осы жерде мен жұмыс жасаған уақытта әйел адам депрессиясы тез кетеді. Уайымдап жүрсе тез кетеді. Сол үшін жаңа бүйтеміз да. Содан кейін бүйтіп пампа жасаймыз, жайлап қана. Сол кезде ішкі бір тревога болса, сондай кезде тез басылады. Тревога болса, ол да бетімізге әсер етеді. Кожасы нашарлап кетеді. Адам тревожный болып жатады. Вот соның бәрін кетіреміз, қыздарым. Бірінші құрақ массаж жасадық, одан кейін міне осындай әдемі майлы массаж жасадық. Содан кейін жаңағыдай, егер аллергия болмаса, мен берген масканы жағып тастап, 10 минуттан кейін жуып тастасаңыздар болады. И обязательно крем жағамыз, қыздарым. Міне осы массажды сіздер күн ара жасасаңыздар болады.